Сәлем достар, сіздермен бірге киносы. Бүгін сіздермен Рэмбо Последняя кровь фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Фильмде соғыс ардагері өзінің қарындасын жыныстық құлдықтан құтқарып, қылмыскерлерді өте қатты жазалайтын болады. Ауа райы бұзылып, қатты жаңбыр жауып жатырған кезде полицейлер туристерді іздеуге шығады, және де олардың қатарына өз еркімен Джон Рэмбо да қосылады. Ол Вьетнам соғысының ардагері және де мықты жауынгер. Ол қызды құтқара алады, ал отбасылық жұп сол жерде қалып қояды және де көз жұмады. Джон үйіне келгесін белгісіз таблетканы қабылдап өзінің туысымен шай ішуге отырады. Кейін ол бана құтқара алмай қалған жұппен және де соғыс кезінде қаза болған бауырларын есіне алып отырады. Кейін ол өзінің жерасты үйіне кетеді. Сол жерде ол өзін жайлы сезінетін еді және де болған оқиғалардың барлығын барынша ұмытуға тырысатын. Таңертең ол қолға үйренбеген жылқыларды үйретіп таңғы асын ішіп өзінің сүйікті жерасты үйіне баратын еді. Джон онда барып бұрынғы Вьетнам соғысын есіне алатын еді және де ол оқиғаларды ұмыту үшін ауыр жұмыстар жасап өзінің ойын бөлуге тырысады және де оның жақсы көретін жиені Габриэл бар еді. Қыз ағасын қатты жақсы көретін де еді, себебі оның әкесінің орнына әке болды және де қыз колледжге түспек, сол себепті олар әңгіме айтып барады. Кейін олар атпен серуендеп жүргенде Джон оған өзінің достарыңды шақырсам болады және де мен оған лабиринтімді көрсетем дейді. Осыдан кейін қыз үйіне өзінің достарын әкеледі және де лабиринтке келеді. Олар көңіл көтеріп жатырған кезде қызға біреу қоңырау шалады. Осыдан кейін барлығы үйіне тарағасын. Қыз өзінің ағасына мен әкемді тауып үшін Мексикаға барғым келеді деп айтады. Бірақ та Джон бұған қарсы болады, себебі ол қызды өзі кішкентай кезінен бірге өсіріп келе жатырғанын айтады және де сені жоғалтқым келмейді дейді. Ал қыз болса мен әкемді тауып мені неге тастап кеттің деп барлығын сұрағым келеді деп айтады. Кейін олар құшақтасады. Осыдан кейін таңертең әпкесі мен ағасы қызды райынан қайтармақ болады, себебі қыздың анасы рактан өлген еді, ал әкесі болса оларды мүлде іздемеген. Қыз олармен келіскендей болып сабағына кетеді. Кейін қыз машинаны бұрып басқа қалаға қарай жол тартады және де құрбысына келеді. Кешкісін олар қыздың әкесіне үйіне келеді. Кейін әкесі қыз келген кезде мен сені мүлде көргім келмейді және де мені іздеуші болма дейді. Қыз болса бұны естіп өте қатты ауыр соққаннан кейін көшеге жылап кетеді. Ал оның құрбысы болса қызды түнгі клубқа алып келеді. Қыз ол жерде бір жігітпен танысады, ал жігіт болса оның сусынына дәрі салып жібереді. Осыдан кейін қыз мүлде есін жоғалтады. Кейін екі бизнесмен келісім жасап жатырғанын көреміз. Олар қыздарды келісімсіз жыныстық құлдықта ұстап отырғанын білеміз. Кейін Джон қыздың жоқ болып кеткенін естиді және де оның әкесін іздеуге кеткенін айтады. Ол бірден машинасына мініп қыздың артынан барады. Ал бұл уақытта Габриэл жертөледе еді және де өзі сияқты қыздарды көреді. Олардың бақылаушысы қыздарды қорқатады және де сендер қашып кететін болсаңдар біз бәрібір де тауып аламыз дейді. Содан кейін оларға мүлде қашуды ойламаңдар деп айтады. Ал бұл уақытта Джон Рэмбо қыздың әкесінің үйіне келеді. Содан кейін ер адам мен қызды көрдім және де арамызда әңгіме болды дейді. Мен оның қайда екенін білмеймін дейді. Осыдан кейін Джон қыздың құрбысын тауып алады. Қыз болса Джонға біз бір-бірімізді клубтың ішінде тауып алмай қалдық деп айтады. Бірақ та Рэмбо оған сенбейді, себебі қыздың қолынан Габриэлдің анасы сыйлаған браслетті көреді және де қыздың қайда екенін айтты. Ал қыз болса мен оны құлдыққа сатып жібердім деп мойындайды. Кейін Джон мен қыз клубқа келеді және де қыз оған әлгі дәріні араластырған жігітті көрсетеді. Кейін көшеде Джон оған шабуыл жасайды және де оны қорқытып қыздың қайда екенін сұрайды. Ол үндемегесін оны қатты соғып өзімен бірге машинаға салып алып кетеді. Кейін осы сәтте олардың артынан белгісіз бір әйелдің бақылап жүргенін көреміз. Рэмбо болса әлгі жігітпен қызды қайда сатқан жеріне алып келеді және де ол оны талдырып тастайды. Бұл жерге кіру өте қиын еді, себебі олардың арасында бандиттер бар еді. Осыдан кейін жігіт барлық жерді қарап шығады. Ал бұл сәтте қыздарға полицейлер келіп жатыр еді және де оларды қорғау үшін емес, оларды пайдалану үшін еді. Олар Габриэлді өздерімен бірге жұлқылап алып кетіп неше түрін жасайды және де сутенерлар оларға сен әлі 40-45 ер адамға қызмет көрсетуің керек болады деп айтады. Бұл уақытта Рэмбо кілең қылмыскерлердің арасына келеді және де оның мылтықтарын, қаруларын алып алып қыздың фотосын көріп қалады. Кейін барлығы Джонға жабылып кетеді және де оны соғып тастайды. Кейін тірі қалдырады, себебі қызының қалай қиналғанын көрді және де соңында бетіне метка салып кетеді. Қылмыскерлер кеткеннен кейін әлгі бақылап жүрген әйел адам Рэмбоны тауып алады да өзімен бірге көмек көрсету үшін алып кетеді. Ал бұл уақытта Габриэлге наркотик салып, оны есінен тандырып тастайды және де оның бетіне ағасындыкіндей метка қалдырады. Ал бұл уақытта Рэмбоны дәрігер қарап жатады және де ер адам бірнеше күннен кейін, яғни 3-4 күннен кейін ғана есін жияды. Осыдан соң әйел адам ер адамға өзін Карменмін деп таныстырады. Кейін өзінің тәуелсіз тілші екенін айтады және де ағайынды қылмыскер Мартиндердің артынан бақылап жүргенде айтады және де оның сіңілісін дәл осылай басқа қыздар секілді өлтіріп тастаған екен. Джон әйелден өзіне көмек беруін сұрайды. Осыдан кейін әлгі жерге клиент болып келеді және де ішіндегі күзетшілерін өлтіріп тастайды да қарындасын тірі өлі күйінде табады.
қыз құтырып жатыр еді, себебі оған наркотикті егіп қойған екен және де оның барлық еркектерден қорқатынын айтады. Кейін Джон оны өзімен бірге алып кетеді. Бұл уақытта бандиттердің бастығы бандиттерге қызды қалай да болса тауып алып келіңдер дейді. Ал қыз болса Джоннан кешірім сұрайды. Ал Джон болса оған сенің ешқандай күнәң жоқ, сен менің өмірімді гүл қылдың дейді. Осыдан кейін қыз көзін жұмып мәңгілік ұйқыға кетіп сол жерден жан тапсырады. Рэмбо жылап қалады. Келесі күні таңертең қызды өзінің үйіне әкеліп сол жерде жерлейді және де оның әжесіне басқа елге көш деп айтады. Әйел кеткеннен кейін Джон жерасты үйіне келіп бандиттерді күтіп алуға жоспар құрады. Барлығын дайындап болғаннан кейін ол өзінің құрбысы Карменнің үйіне келеді де өзінің қарындасын өлтірген әлгі ер адамның бастығын тауып бер деп айтады. Әйел оған барлығын ұмытып әрі қарай өміріңді жалғастыр дейді, бірақ та ер адам оған көнбейді. Ол әйелге ағайынды бандиттерден қалай да болса қатты етіп кегімді аламын дейді. Осыдан кейін ол әлгі бастықтың үйіне келеді де өлтіріп басын жұлып алып кетеді. Ал денесіне Габриэльдің суретін жабыстырып кетеді. Бұны көрген бастығы өте қатты жылайды. Бандит інісінің өліміне кек алу үшін Рэмбоны тауып алады және де оның үйіне барлық бандиттермен бірге өзі де барады. Бұл уақытта Джон сақадай дайын еді және де таңертеңгісін олардың үйіне келген сәтте барлығы жарылып кетеді. Машиналар жан-жаққа ұшырайды. Осыдан кейін бандиттер Рэмбоның үйіне кіріп келеді. Бірақ та үйге кіргендер арнайы тозақтан сол жерде көз жұмады. Ал Рэмбо болса жер астынан шығып барлығын ата бастайды. Рэмбо қайтадан жер астына кіріп кеткеннен кейін бандиттердің барлығы оның артынан жүреді. Бірақ та Рэмбо оларды жайлап өлтіре бастайды. Рэмбо олардың барлығын оңайлықпен өлтіреді. Осыдан кейін ол радиолардан өлеңдерді беріп қояды және де ол бомбаларды қолдана бастайды. Ал кейбір бандиттер тұзаққа түсіп қалады. Сол себепті сол жерде көз жұмады және де олардың арасына тек мықтысы Мартинилар қалады. Бандиттер ер адамды жарақаттайды. Бірақ та Рэмбо бұл жерді бес саусағындай білгендіктен кейін оңай өлтіре бастайды. Осыдан кейін Джон Рэмбо Мартинге байланысу үшін сөйлесу құралын береді. Мартин қашпақ болған кезде жер үстіндегі бомбалардың бәрі жарылып жерасты қирай бастайды. Мартин қашып келген кезде оны Джон күтіп алады және де садақтармен бірге оны жарға қадап тастайды. Бандит әлі тірі еді. Ол садақтың күшінен мүлде қозғала алмай қалады және де Рэмбо оған жақындап келіп пышақ тығып алады да кеудесінен жүрегін жұлып алады. Себебі оның қызындай болып кеткен қарындасы өлген кезде оның жүрегін біреу суырып алғандай болған еді дейді. Содан кейін үйінің алдындағы сүйікті отырғышына келіп жоғарыға қарап өзінің туыстары риза болды ма екен деп ойлайды. Осымен фильм аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтеміз және де қандай фильмдерді көргіңіз келеді комментарийға жаза кетіңіздер.